Жалпы сабақты бақылауда транскрипт әдісі тиімді әдістердің бірі болып табылады. Бұл транскрипт бақылау әдісінің мақсаты сабақ барысында оқушылардың сөзін жазып отыру, мұғалімнің сөзін жазып отыру және нақты тақырып бойынша фразалар жазып отыру. Транскриптті сабақтың ең мазмұнды айғағы десек те болады. Себебі манағы бақылау парағына жазылған мұғалім мен оқушылардың сөзі арқылы жалпы сабақтың мазмұнын анық көруге болады. Бүгінгі талданып отырған сабақта 5-ші сыныптағы қазақ әдебиеті сабағында транскриптті әдістің арқылы бақыладым. Бақылау барысында арнайы дайындалған бақылау парағына мұғалімнің нақты сөздері, қойған сұрақтары, сол әр тапсырманы дайындамай бергендегі нұсқаулықтары жазылып отырды. Сонымен қатар оқушының сол тапсырмаларды орындау барысындағы берген жауаптары, айтқан сөздері жазылып, және сол жауап берген оқушылардың есімдері көрсетілді. Сонымен қатар осы талдау барысында бақылау парағына түскен жазбалардан оқушылардың тапсырманы орындау барысындағы іс-әрекеттері, қызығушылығы, белсенділіктері, сөздік қор мен сөйлеу дағдыларын дамытудағы деңгейлері қаншалықты деңгейде екендігі анықталды. Сабақта әдебиет үйірмесі, салыстыру кестесі әдістері арқылы берілген тапсырмаларды орындау барысында шығармадан дәлелдер келтіріп, өмірмен байланыстырып, өз ойын айтып, ұтымды жауап берген оқушылардың сөздері жазылды. Дәлел ретінде айта кетсем, нақты тақырып бойынша берілген фразаларды, мақал-мәтелдерді жазу тапсырмасында Айкөркем, Абай, Бекзат, Абылайдың айтқан пікірлері өте ұтымды пікірлер айта білді. Және қарама-қарсы суреттерді салыстыруда, яғни қала тәрбиесі мен ауыл тәрбиесін салыстыру тапсырмасында Маликаның, Әмірдің, Әділеттің айтқан ой пікірлері өте ұтымды шықты. Бұны мына жазбалардан көруге болады. Сонымен сабақ нәтижесін қорытындылау нәтижесінде сыныпта 24 оқушының 18-і сабақта белсенділік танытқаны анықталды. Сабақта алынған 2 мақсатқа сәйкес жүргізілген жұмыстарды орындауда оқушылардың қызығушылығы ерекше байқалды. Топта манағы көп сөйлемейтін, өзіне сенімсіз 1-2 оқушының бар екені анықталып, бұл оқушыларға алдағы сабақтарда жетелеу тапсырмаларын беру ұсынылды. Және сонымен қатар жалпы зерттеу сабағында мұғалімнің әдіс-тәсілдерді тиімді пайдалану арқылы сабақтың мақсатына жеткендігі көрінді.